Баршаңызға сәлем достар, менің есімім Мағжарқын, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз сіздермен осындай классикалық берет тоқитын боламыз. Бұл жерде 4-5 жас қыз баласына арналған берет, яғни бұл жерде бас айналымының өлшемі 50 сантиметрлік қыз баласына арналған. Бірақ мен бұл жерде сіздерге өздеріңізге қалай есептеп тоқуға болатынын көрсететін боламын. Егер менің видеом ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде бұдан кейінгі шығып отырған видеоларды көретін боласыздар. Ал енді беретке келетін болсақ, бұл жерде менде Джип Alize Lana Gold Classic, осындай сиреневый цвет, орташа қалыңдықтағы жіп. Және мен бұл жерде бір ғана номерлі спицаны қолдандым. Ол мына жерде байқасаңыздар 3 мм спица. Мен осы жерде резинкасында және береттің өзінде бір размерлі спицамен тоқыдым. Маған әдейі өзім үлкен размерлі спицаға ауыстырмадым, өйткені мен береттің былай объемны болған ұнамайды. Маған үлте ауқымды болған ұнамайды, сондықтан мен бір размерлі спицамен тоқыдым. Ал енді размерге келетін болсақ, бұл жерде санау өте оңай. Мен сіздерге қалай санап, есептеп, өз размерлеріңізді тоқуды көрсететін боламын. Және айта кететін де жайт, бұл жерде біз мынандай вышивка тікпейміз бұл сабақта, өйткені бұл вышивканы мен өзім эксперимент ретінде тігіп көрдім. Мен енді өзім үйреніп жатырмын, бірақ сіздерге өте қызық болса, YouTube каналда, наверное, сабақтар бар деп ойлаймын. Ішінен менде вышивка осылай көрінеді. Іш жағынан, сырт жағынан осындай. Маған осы сала өте қатты ұнап жүр, сондықтан өзім бұдан кейін кішкене тоқылатын заттарға вышивкамен айналыссам ба деген ой бар. Енді размерге келетін болсақ, әркім өз размерін алатын болады. Мысалы, мен өзім бас айналымының өлшемі 50 сантиметр деп айттым. Бұл жерде 4-5 жас қыз баласына арнап тоқылғандықтан осы размерге тоқыдым. Яғни обхват головы 50 сантиметр. Және біз кішкене өзімізге образец тоқу керек. Образецті осындай резинкамен тоқимыз, яғни бір оң бір теріс резинкасымен. Мен образецімді жоғалтып алдым ба білмеймін, өйткені менде үйде кішкентай балдарым бар. Иногда өзімнің заттарымды қойған жерден таппай қаламын, сондықтан әкелген жоқпын. Бірақ мен образец тоқыдым. Образецте менде 10 сантиметрде 22 петля болды. Яғни оны 1 сантиметрге айналдырамыз. 1 сантиметрде 2 петля. Яғни 2,2 петля болады. Енді қанша петля теру керек екенін білу үшін, мынау бас өлшеміміздің, мысалы мендегі 50 сантиметр, сіздерде өздеріңіздің өлшемдеріңіз болады. 52, 54, 56 деген сияқты 60 размерге дейін кете береді. Негізі ең үлкен 60 размер деп ойлаймын енді. Мендегі өзімніңкі менде 56 сантиметр. Бұл жерде кішкентай қыз баласының бас айналымы 50 сантиметр. Енді осы 50 сантиметрді аламыз, оны 2-де 2-ге көбейтеміз. Менде 105 петля шықты. И мен бұл 105 петляны жұп санға айналдыруым керек. Яғни тағы бір петля қосамын, ол 106 болады. Плюс тағы да бір петля бізге керек болады. Оны мен сіздерде видео барысында көрсетемін, бір петля не үшін керек екенін. Бірақ сонда да айта кетейін, біз бір петляны артық теру себебіміз спицамен осылай айналдыра тоқимыз ғой. Осы айналдыра тоқу үшін бізге осы бір петляның көмегімен қосу керек болады. Яғни для соединения в круг деп атаймыз оны. Сол үшін айналдыра тоқу үшін бізге тағы да қосымша бір петля керек болады. Сонымен біз спицамызға общий 107 петля теретін боламыз. Яғни бізге қазір спицаға 100 петля теру керек болады.
біз петляны просто обычный способпен теретін боламыз. Кәдімгідей қалай тереміз, тура солай теретін боламыз. Одан кейін мен сіздерге айта кетейін, менің каналымда қалай дұрыс петляны дұрыс теру жолы бар. Яғни кейде бізде мынау аяқ жағы жетпей қалады, немесе көп қалып кетеді. Соны болдырмау үшін менде арнайы лайфхак түсірген болатынмын. Егер қызықты болса, менің каналыма мен осы видеоның соңына сіздерге сілтемесін тастап кетемін. Сол сілтеме арқылы өтіп көрсеңіздер болады. Енді біз 107 петля тереміз. Кәдімгі обычный способпен осылай айналдырып аламыз. Мына бірінші петля болып саналады. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осылай өздеріңізше 107 петля тересіздер. Яғни менің размерім бойынша 107 петля, өздеріңіз размерлеріңіз бойынша өздеріңізге керекті петляны теретін боласыздар. Қазір менде спицада 107 петля. Енді осы 107 петляны мен айналдыра тоқу үшін осылай кругқа қосатын боламын. Ол үшін петляларды максимально осы спицаның ұшына осылай алып келеміз де, оң жақтағы петляны сол жаққа қарай өткізетін боламыз. Кейін осы бірінші петляның ішіне кіргізіп, спицаны артындағы бір петляны осы петляның ортасынан өткізіп шығарамыз да, және бірінші петлямызды просто түсіре саламыз и қайтадан орнына іліп қоямыз соңғы петляны. И жібімізді жақсылап тартып, тартамыз. И мен қазір осы жерде ең алғашқы петляны маркермен белгілеп кеткім кеп отыр. Кейін біз оны бір-біріне қосқанда алғашқы петляны жоғалтып алмас үшін қазір жіп айналып кетіпті, мен дұрыстап алайын. Мінекей біздің алғашқы петлямыз. Осы жерге мен маркерді іліп өзіме белгілеп аламын. Кейін біз тоқымамызды 3 сантиметр қосқаннан кейін бір-біріне біріктіретін боламыз. Алдағы уақытта мен сіздерге көрсететін боламын. Енді біз бір оң, бір теріс тоқитын боламыз резинкамызды. Оң, теріс, оң, теріс. Осылай айналдыра 3 сантиметр тоқуымыз қажет болады. Мен қайтадан сіздерге қосылдым, өйткені бір айтатын бір важный моментті қалдырып кетіппін. Сіздер осындай кругты қосқан кезде өте мұқият болыңыздар. Осы жіптеріміз біз айналып кетпеу қажет. Яғни осы косичка сияқты осы шет жағы бізге ішке қарап тұру керек. Бәрі бірдей болып, егер бұлай айналып кететін болса, қайтадан тарқатып, қайтадан қосуға тура келеді. Сол үшін баста осы жерге петля бір-біріне қосқан кезде мұқият болу қажет. Соны ұмытпағандарыңыз жөн. Біз 3 сантиметр осылай тоқып болғаннан кейін, енді біз астыңғы жағы мен үстіңгі жағын бір-біріне қосуымыз қажет. Естеріңізде болса, мен ең алғашқы петляны маркермен белгілеп қойған болатынмын. Енді осы жерде мен маркерді шығарамын да. Осы ең алғашқы петляны сол жақтағы спицамен көтеріп аламын. Бізге енді
бізге енді астыңғы және үстіңгі жақты бір-біріне қосу керек болады. Енді мен қатарымның бастапқы жағын осылай белгілеп қоямын маркермен. И жаңағы көтерген петлямен, мына артында мен мысалы көтерген болатынмын. Осы петлямен алдыңғы петляны екеуін бірге оң қосып тоқимын. Енді келесі менде теріс петля. Енді біз келесі петлямызды табуымыз қажет болады. Ол мінеки. Мына бұны да көтеріп, сол жақтағы спицаға ілемін де екі петляны бірге қосып тоқитын боламын. Қазір 1 минут мен жерде кішкене шатасып тұрмын. Астыңғы жақтағы жіп ілініп кеткен екен. Так. Енді екі петляны бірге қосып тоқимын. Енді менде келесі петля оң петля. Енді арт жақтағы тағы да косичканы іздеп табамын. Ол осында міне. Әр қайсысын қалдырмай алуымыз қажет болады. Енді келесі екеуін бірге қосып тоқимын. Енді менде теріс петля. Егер теріс петляларыңыз осындай артқы стенкасымен тұрса, артқы стенкасын өзіңізге қаратып, осылай алға қаратып алыңыздар. Өйткені айқасып қалмау керек. Енді келесі петля бізде мінеки. Осыны алып көтеремін. Және екеуін бірге қосып тоқитын боламын. Хоппа. Так, тоқыдым. Келесі менде оң петля. Оны біз келесі косичканы табуымыз керек. Ол бізде осы болып табылады. Мінеки. Мен іліп алдым. Енді екеуін бірге қосып тоқитын боламын. Мінеки. Осылай астыңғы жағын үстіңгі жағымен қосатын боламыз до конца. Яғни біз 106 петля терсек, астынан да 106 петляны көтеріп, екеуін бірге тоқып шығуымыз қажет. Мен барлық петляларды бірге қосып болдым. Мына арт жағы осылай көрінеді. Алдынан осылай тегіс шығу керек. Ешқандай былай қисайып қосылмау керек. А то шапкамыз әдемі көрінбейді. Енді ары қарай біз қатарымыздың басқа жағын белгілеп қоямыз маркермен. И тек қана оң петлялармен тоқитын боламыз. И осы қатарда біз петля қосатын боламыз. Яғни біз петляларымызды көбейтетін боламыз. Бірінші екі оң тоқимыз. И осы екі оң тоқып болған соң, астындағы тұрған, мынау, байқасаңыздар, осы мынау қазіргі тоқыған стенка, оның астындағы стенкасын көтереміз да, осы жерден бір петля қосатын боламыз. Бізде сонда бір петля қосылатын болады. Тағы да екі оң және астыңғы стенкадан астыңғы стенканы іліп аламыз, мынау петлямыздың оң жағын. И осы жерден бір петля тоқып шығарамыз. Тағы да екі оң и оң жағынан көтереміз петлямыздың оң жағындағы стенкасын. И тағы да бір петля қосамыз. Осылай екі петля тоқып, бір петля қосып, до конца осы жаққа келеміз. Осылай петляларымызды көбейтіп аламыз. Сосын барып, мен биіктікке тоқитын боламын. Тек қана оң петляларымен тоқимыз ары қарай. Осылай айналдыра тоқып шығамыз. Барлық петляларды оң петля тоқимыз. Яғни бізге керекті биіктікке тоқу керек. Мен где-то 9 сантиметрдей тоқимын. Егер маған сол 9 сантиметр нормально болса, сол 9 сантиметрде қаламын. Егер одан да
көбірек керек болса, яғни тағы да бір 2 сантиметр қосуы мүмкін. Яғни общий 9 немесе 11 сантиметр болады. Одан кейін ары қарай береткамызды қысқартатын боламыз. Қазір енді биіктікке тоқимын. Одан кейін сіздерге қайтып қосылатын боламын. Мен өзімнің керекті биіктікке тоқып алдым. Яғни мен үшін 9 сантиметр өте аз болды. Сондықтан тағы 2-3 сантиметр қосайын дедім. Осы жерде менде 12 сантиметр 3-4 жасар қыз баласының басына нормально деп ойлаймын. Ары қарай біз петляларымызды қысқартатын боламыз. Енді мен сіздерге ары қарай қалай тоқитынымды көрсететін болайын. Маркерімізді қоюда ұмытпаймыз, өйткені біз тоқымамыздың бастапқы қатарын біліп отыруымыз керек. Енді мен өзіме осындай счетчик қойып алдым, қатарымнан жаңылыспас үшін. Егер сіздерде бұндай жоқ болса, қолдарыңызға ручка, парақ алып жазып отырсаңыздар да болады. Енді біз бірінші қатар деп бастаймыз қысқарту жолын. Бірінші қатарда біз ең алдымен 8-10 петля тоқитын боламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 және 10-шы петляны біз қысқартатын боламыз. 9 бен 10-ды екеуін бірге қосып тоқимыз. Осылай айналдыра маркерға дейін тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 бен 10-ды екеуін бірге тоқимыз. Тоқыған кезде осы алдыңғы стенкасы бізге қарап тұру керек. Соның арт жағынан алып, екеуін бірге қоса тоқитын боламыз. Осылай аяғына шейін тоқып шығамыз. Мен бірінші қатарымды тоқып болдым. Енді келесі бізде екінші қатар. Екінші қатарда біз тек қана петляларымызды оң тоқып шығамыз айналдыра. Ешқандай қысқартулар болмайды. Яғни айтқым келгені, екінші, төртінші, алтыншы, 8-ші, 10-шы ары қарайда сондай жұп қатарлы сандарды біз ешқандай қысқартпаймыз, тек оң петлялармен тоқып шығамыз. Сол үшін мен сіздерге ары қарай сол именно жұп қатарларды көрсетпейтін боламын, тек тақ сандарда қалай қысқарту жолын ғана көрсетіп отыратын боламын. Ал жұп қатарларында сіздер өздеріңіз тек қана оң петлямен тоқып, өздеріңіз тоқып кете бересіздер. Енді мен сіздерге қазір үшінші қатарға келгенде қосылатын боламын. Так, мінекей біз үшінші қатарымызға келдік. Енді үшінші қатарымызда бізде қысқартулар болады. Бұл жерде бірақ біз қысқартқан кезде ең алдымен 4-10 петля тоқып, 5-ші мен 6-шысын қысқартатын боламыз. Яғни бізде қысқартулар шахматный порядкада болады. Яғни мен сіздерге дальше көрсетейін қалай болатын. 1, мысалы 2, 3, 4 дейміз да, 5-ші мен 6-шысын қазір қысқартатын боламыз. Ары қарай біз 7, 10, 8 мен 9-ды қысқартатын боламыз. Яғни каждый 9-ші петляны қысқартуымыз керек. Сондықтан мен басында 4 оң тоқыдым. Мына жақта бізде 3 оң қалады соңында. Сонда бізде 7 петля тоқылады. 8 бен 9-шысы қысқартылып кетеді. Ары қарай көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-ші, 9-шы қысқартылады бізде. Ары қарай кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бенен 9-ды біз қысқартатын боламыз. Осылай аяғына дейін тоқып шығамыз. Жаңағы айтқандай сіздерге осы 3 петля қалады.
яғни мына жақта 4, үшеуін қосқанда 7, яғни 7 петля тоқылады, 8 мен 9-шысы қысқартылады деген сияқты. Алдындағы мынау маркердің соңындағы, то есть қатардың соңындағы 3 петля. Осыны оң тоқып шығамыз. Так, мен 4-ші қатарды бітірдім. Енді 5-ші қатарға өтетін боламын. 5-ші қатарда біз 6 оң тоқимыз. 5, 6, 3, 6, 7 мен 8-ді екеуін бірге қосып тоқимыз. Тағы да 6 оң, 5, 6, и 7 мен 8-ді бірге қосып қысқартып оң тоқимыз. Осылай қатарымыздың соңына дейін тоқитын боламыз. Так, мінекей мен 7-ші қатарға өтейін деп жатырмын. 7-ші қатарда біз алдымен 3 оң тоқимыз. 1, 2, 3, 4 пен 5-шісін қысқартамыз. Келесі енді 5 оң петля тоқимыз. Так, 1, 2, 3, 4, 5 и 5 пенен 6-ны бірге қосып тоқимыз. Так, 1, 2, 3, 4, 5 и 5 пенен 6-ны бірге қосып тоқимыз. Осылай, так, 3, дұрыс, 6 менен, то есть, кешірім сұраймын, 5 пенен 6 емес, 6 менен 7-шісін, яғни 5 оң, 6-шы, 7-шіні бірге қосып тоқимыз. Так, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 мен 7-ні бірге қосып тоқитын боламыз. Осылай қатардың аяғына дейін тоқып шығатын боламыз. Итак, мен 9-ші қатарға өттім. 9-ші қатарда енді біз 4 оң тоқимыз. 4 оң и 5 пенен 6-ны бірге қосып тоқимыз. 1, 2, 3, 4 и 5-ші мен 6-шыны бірге қосып тоқитын боламыз. Осылай бізде петляларымыз қысқарады. Енді осы 9-ші қатарды соңына дейін осылай тоқып шығамыз. Так, 11-ші қатарға келдім. 11-ші қатарда бізде 2 оң және келесі екеуін қысқартамыз. Енді 3 оң болады и 4 пен 5-ті қысқартамыз. 1, 2, 3, 4 пен 5-ті екеуін бірге қосып тоқитын боламыз. Осылай 11-ші қатардың соңына дейін тоқимыз. Мен енді 13-ші қатарға өттім. 13-ші қатарда біз 2 оң тоқимыз. Келесі екеуін қысқартамыз. 2 оң петля и келесі екеуін қысқартамыз. 2 оң и 2 екеуін бірге қысқартамыз. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Мен қазір 14-ші қатарды бітірдім. Енді 15-ші қатарға көштім. И өзіме спецларымды ауыстырып алдым. Бастапқыда мен осы 3 мм-мен тоқығанмын. Ол мынандай лескадағы спица тоже 3 мм-лік. Маған уже неудобно болған соң осындай қысқа спицаны тоқиын деп шештім. Енді 15-ші қатарды тоқимыз. 15-ші қатарда біз так бастаймыз. 15-ші қатарда маркерді өткіземіз. 15-ші қатарда біз 1 оң
екеуін бірге қосып тоқимыз. 1 10, екеуін бірге қосып тоқимыз. Осылай қатарымыздың соңына дейін тоқып шығатын боламыз. И 16-шы қатарды, как обычно, 10 петлялармен тоқитын боламыз. 17-ші қатарға келдік. 17-ші қатарда барлығын екеуін бірге, 2 петляны бірге тоқып шығамыз. Барлық спицадағы 2-2-ден осылай айналдыра тоқып шығамыз. Мына жаққа өткіземіз. Осылай қатардың соңына дейін тоқимыз и 18-ші қатарды оң тоқып шығамыз. 19-ші қатарға келдік. Мінекей 19-ші қатарда да екеуін бірге тоқимыз. Яғни 2 петляны бірге қосып тоқи береміз. Так, мына жаққа өткіземіз. Келесі 2 петляны тоқимыз бірге. Камераға сәл қиындау болып жатыр. Тоқу өйткені біткен сайын сәл жұмыс қиындайды. Так. Так, бәрін екі-екеуден тоқып шығамыз до конца. И 20-ші қатарды 10 петлямен тоқып шығатын боламыз. Енді бізде 21-ші қатар, бұл ең соңғы қысқартылатын қатар. Ең соңында 4 рет екеуін бірге тоқимыз. Мына 1 рет. Бір неге тоқи берейін. Так, 2 рет. 2 рет и жаққа өткіземін. Петляны. Так. 3 рет. Және мына жақтағы бір петляны алуым керек. Мен маркер үшін қойып қойғым беха. Так, 3 рет и 4-ші 2 петля. Мына бізде спицада 4 петля қалды. Маркерді қойып қоямын. Енді бізге айкорд тоқу керек. Кішкентай осындай береткаға пимпочка деп аталады. Со пимпочканы тоқитын боламыз. Қазір мен осы бір спицамен тоқиын. Ол үшін тек қана 10 петлялармен тоқимыз. 4 петлямызды. Оң тоқыдық. Енді 4 петляны спицаның бас жағына жылжытамыз. И қайтадан осы петляларды оң петлямен тоқимыз. 2, 3, 4. Қайтадан бас жағына алып келеміз. Бұны да оң тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Мне кажется, осы ұзындық жетеді деп ойлаймын. Енді біз петляларымызды жабамыз. Ол үшін ең алдымен бірінші петлямыз тоқып аламыз. Келесін оң тоқимыз. Және бірінші петляны тоқыған петляның үстінен өткізетін боламыз. Келесі петлямызды оң тоқимыз. Алғашқы петлямызды өткіземіз. Осылай үшіншісінде тоқып, мұнан петляны өткіземіз. Спицаның уже бізге қажеті жоқ. Жібімізді қиып аламыз.
жіпті шығарып, мінекей біздің берет дайын. Бұл жіпті енді іш жағына кіргізіп жасырып қоятын боламыз. Мінекей менің беретім дайын. Енді мен бұны жуып сіздерге дайын түрін көрсететін боламын. Жіптерін жасырып, әдемілеп жуып, кептіріп, қалай шыққанын сіздерге бөлісетін боламын. Егер осы сабақ сіздерге ұнаса, маған тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Бұдан кейінгі шығып отырған сабақтарды ең алғаш болып көріп отыратын боласыздар. Және достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Кездескенше, пока-пока.